Қайырлы күн достар. Бүгін сүттен қаймақ пен жұмыртқа қосып ірімшік дайындайтын боламыз. Әуелі қазанға 1 литр сүтті құйып, 1 ас қасық тұз саламыз. Баяу отта қайнатамыз. Осы кезде ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып салып, үстінен 100 грамдай қаймақ қосып араластырамыз. Қайнап жатқан сүттің үстінен дайын массаны құямыз. Сүтіміз сары суынан ажырағанша қайнатып аламыз. Содан соң дәке төселген туршылары бар ыдысқа қазандағы қайнап жатқан массаны құямыз. Сауыра суынан сорғытып, дәкемен бетін жауып, үстінен тарелкамен бастырып, ауыр ыдыс қойып қоямыз. Ерекше ірімшік дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.